Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Менің аты жөнім Искакова Алтынай Мұратқызы. Арнайы пәндер оқытушысымын. Саланы ұйымдастыру және сапа технологиясы бойынша сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз өнім сапасын бақылау және оны ұйымдастыру. Сабақтың мақсаты өнім сапа деңгейін анықтау үшін сапа көрсеткіштерін қолдану арқылы және әртүрлі әдістермен анықтауды үйрету. Өнім сапасы қазіргі нарықтағы ең негізгі орын алушы. Яғни оған үлкен талаптар қойылады. Сол себепті кәсіпорынның міндеті, кәсіпорынның қызметі және өнім сапасы ең негізгі орында тұр. Өнім сапасын анықтау бұл кәсіпорынның негізгі міндеті болып табылады. Өнім сапасы өнімді сатып алушының белгілі бір қажеттерін қанағаттандыруға, жарамдылығын сипаттайтын сапалық қасиеттерінің жиынтығы және тиімділігінің өлшемі. Сапа көрсеткішін анықтау, оның сандық маңызын анықтау болып табылады. Өнім сапа деңгейін анықтау келесі әдістер арқылы жүзеге асырылады. Біріншісі өлшеуші әдіс, екіншісі тіркеу әдісі, үшіншісі есептеу әдісі, төртіншісі органолептик әдіс және бесіншісі сарапшылық, алтыншысы социологиялық әдістер. Өлшеуші әдістер техникалық құралдардың көмегімен сапаның шын мәндерін анықтау әдістері, өлшеуші әдістердің сапаның физикалық, химиялық және микробиологиялық көрсеткіштерін анықтау үшін арналған. Тіркеу әдісі таңдалған белгілі нышандары бойынша нысандардағы санақ санына және бақылауларға негізделген. Жіктеу сандары ретінде тауарлардың градиациясы және нақты ақаулық түрлері, атаулары, топтары, топшалары таңдалуы керек. Үшінші түрі есептеу әдісі. Өнімнің сапасы жөніндегі көрсеткіштерді анықтау үшін арнайы математикалық үлгілерді қолдануға негізделеді. Арнайы үлгі көмегімен сапаны нақты анықтау әдісі деп атауға болады. Және органолептик әдіс. Сапа көрсеткіштерінің мәндерін сезім мүшелерінің көмегімен анықтау әдістерін айтамыз. Атап айтсақ, көзбен көру, иіс сезу, түйсіну мүшесі, дәм сезу, есту мүшесі арқылы жүзеге асады. Социологиялық әдіс тұтынушылардың пікірін жинау арқылы жүзеге асады. Яғни ортақ шешімге келу арқылы тауар сапа көрсеткішіне баға беріледі. Сарапшылық әдіс бұл белгісіздік жағдайында немесе тәуекелділікке сарапшы топтармен жүргізілетін бағалау әдістері. Тауар сапасының бәсекелестікке қабілеттілігі дегеніміз тауар сапасының толықтай талаптарға сәйкес келуі. Яғни тұтынушы өзінің қажеттілігін қанағаттандыру мақсатында әртүрлі заттарды қарастырады. Яғни кәсіпорында немесе белгілі бір сауда орындарында тұтынушы өзіне керекті заттарды қарастырады. Соған сәйкес бәсекеге қабілетті барлық тауарлар өз дәрежелерін көрсетеді. Сол себепті талапқа сәйкес келген тауар бәсекеге қабілетті деп алуға болады. Яғни біздің елімізде нарықтық экономикамызда сүт өнімін сапалы өнім деп алуымызға болады. Себебі оның құрамы толық құнды және химиялық құрамы бойынша, биологиялық құрамы бойынша адам ағзасына пайдалы болып табылады. Сол себепті сүтті өндіру процесі бойынша қазір видеоролик көрсек. Таңғы сауын уақыты. Голштин тұқымды сиырлар үйреншікті түрде бір қатарға тұра қалды. Бұл жерде саудың шырша технологиясы қолданылады. Бір дегенде аппарат 32 сиырды сауады. Әрбір сауын уақыты 15 минутқа созылады. Ал тәулік ішінде 700 мүйізді әрі қара мал сауылады. Кейін сүт танкілерге құйылып, сонда сақталады. Мұндай ыдыстың сыйымдылығы 9000 литр. Бұл жерде шикізат 4 градусқа дейін салқындатылады. Сүт салқындатылғаннан кейін зауытқа жөнелтіледі. Шикізаттың бір бөлігі бірден пайдалануға жіберіледі. Ол құбыр арқылы салқындату танкілеріне құйылады. Ал келесі бөлігі мына темір ыдыстарға түседі. Сүт құбыр арқылы сүт тартқышқа жеткізіледі. Ол май алынған сүтпен қаймақты айырады. Қаймақ шан жинағышқа түссе, сүт қалыптандыру процесіне жөнелтіледі. Оны майлылығы 2,5 немесе 3,2% болатын сүтке айналдырады. Келесі гомогенизация кезеңі. Бұл сүтті механикалық өңдеу процесі. Мұнда шикізатқа ақ түс беріліп, бір текті сұйықтыққа айналады. Сүтті гомогенизациялау май түйіршіктерін ұсақтап, сұйықтықта бірдей таралуын қамтамасыз етеді. Процесс жоғары қысым астында сүтті кішкене саңылаулардан сорып алу арқылы орындалады.
Пастерлеу. Бұл жерде 91-92 градус шамасындағы температурада термиялық өңдеу процесі жүреді. Бастысы сүт қайнап кетпеу керек. Ол берілген температурада 5 секунд тұрады. Пастерлеу сүтті микроағзалар мен ферменттерден залалсыздандырады. Сондай-ақ табиғи сүтке тән дәм мен иістен арылтады. Мұндай өңдеу сүттің сақталу мерзімін ұзартады. Пастерленгеннен кейін сүт 6-7 градусқа дейін суытылады. Содан барып сақтау танкілеріне жөнелтіледі. Сүт жалғаушы ыдыстардың көмегімен қаптау бөліміне жетеді. Процесс автоматтандырылған. Алдымен 3 қабатты қабық ультра күлгін сәулесімен өңделеді. Ары қарай сүт арнайы қораптарға құйылады. Пілдек дайындалған күні сақтау мерзімі сынды керекті белгілерді басып шығады. Дайын болған сүтті конвейерлі бөліміне жібереді. Мұнда оны реттейді. Әр жәшікте 20 қораптан болуы шарт. Өнімдер қоймада ұзақ тұрмайды, оны бірден жүк көліктеріне тиеп, Астанаға жөнелтеді. Айта кетерлік жайт, сүт зауытының өнімділігі тәулігіне 30 тонна. Және өндірісте зауыттың тек өз өнімдері ғана пайдаланылады. Алда тағыда ірі қара мал санын көбейту жоспарланған. Демек, сүт өндірісі де ұлғаяды деген сөз. Астаналық тұтынушылар бұл кәсіпорынның сүтін, қаймағын, сүзбесін, тағы басқа өнімдерін сүйіп жейді. Жоғары сапа мен әдеттегіден төмен бағалар бұл тауарлардың негізгі артықшылықтары. Бірақ зауыт барлығын сүтпен қамтамасыз етіп үлгермейді. Сол үшін түстен кейін родиналық сүттерді дүкен сөрелерінен табу екіталай. Сонымен, құрметті білім алушылар, біз видеороликте көргеніміздей сүтті өңдеу процесі. Яғни сүтті өңдеу процесі тек бір ғана процестен емес, өте көп процестен тұратынын байқадық. Және ода әртүрлі қызметшілер жұмыс атқарады. Сүтті өңдеу өте үлкен іс болып табылады. Яғни кәсіпорынға келген сүт құрғақ түрден немесе сұйық түрге бөліп өткізуге болады. Яғни қайнату процесінің 3 түрінен, яғни пастерлеу, гомогенизациялау, стерилдеу процестерінен өтеді. Осы процестерден өту арқылы және тұтынушылардың қолына жету арқылы біз сүт өнімін сапалы өнім деп ала аламыз. Яғни сапалы өнім нарықта бізде жоғары дәрежеліде бағаланады. Сол себепті біз сүт өнімін бәсекеге қабілетті деп алдық. Сүт өнімі толық құнды бағалы өнім. Неге десеңіз, себебі оның құрамында 8 орын ауыстырылмайтын амин қышқылдары бар. Амин қышқылдармен толыққан сүт ол толық құнды өнім болып табылады. Яғни бұл біздегі сапалы өнімнің ең бірінші орындағы түрі, себебі адам ағзасына қажетті барлық пайдалы заттарды осы сүт өнімінен ала аламыз. Сүтті экспорттау арқылы біз нарықтық экономикамызды көтерудеміз. Қорытындылай келе, біз өнім сапасын тұтынушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында барлық талаптарға сәйкес келетін өнімдерді қолдануымыз керек екен. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма: өнім сапасын бәсекелестікке қабілетті деген тақырыпта эссе жазу. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.